Бәріңе сәлем. Мен осыдан бірнеше күн бұрын өзімнің дизайн 365 деген телеграмда мына презентацияның алғашқы бетін көрсеткен болатын. Және сол описаниеда мен осының жасау жолында көрсетемін деп те айттым. Міне сіздер осы видеода бұйырса осы презентацияның жасау жолын басынан аяқ үйренетін боласыздар. Қазір мен үйретпес бұрын жалпы бұл не презентация, клиент не үшін қажет деген сияқты, клиентке не үшін қажет деген сияқты сұрақтарға жауап беріп кетейін. Қараңыздар, бұл презентация не үшін керек? Бұл презентация менің клиентіме вебинарға шығу үшін керек болды. Сіздер де рекламадан көретін шығарсыздар, 500 мың теңге табудың нақты 5 жолын вебинарда көрсетіп беремін деген сәтше, тегін вебинарда. Сол эксперттер, осындай YouTube бойынша мысалы эксперттер вебинарға шығады, жаңағы Бизон деген сәтше, вебинарға шыққанда осы презентацияға қарап отырып, өзінің келген клиенттеріне көрсететін болады, таныстыратын болады да. Енді көз сөйлей бермей бастайын. Қараңыздар, бұл вебинарға шығатын формат қандай болады? Бұл вебинарға шығатын формат 1080-де 1080 деген пиксельде болады. Сол себепті біз фреймді аламыз. Мына фреймді аламыз да, фрейм таңдаймыз. Потом 1080-де 1080 деген размерді таңдап алғамыз. Таңдап алғаннан кейін қарасаңыздар, мына жерде артқы фон ретінде қызыл түстер. Мен примерно қызыл түсті таңдаймын. Мына жақтардан. Так, примерно таңдап қоямын, кейін өзгерте береміз. Осылай таңдаймыз. Сосын таңдағаннан кейін қарасақ, мына жерде қара түс тұрды. Яғни бізде алғашқы беттің өзінде екі түс тұр. Фон ретінде қызыл түс және бір көп бөлігін қара түс алып тұр. Прям қара емес, бірақ сонда да қара түс деп айта берейін. Ол үшін кәдімгі ректангл дегенге барамыз. Ойна барамыз. Қараңыздар. Примерно осылай етіп қойсақ болады. Және мына жерде қарасаңыздар, радиустары бар, бірақ мына бас жағында жоқ, радиустары. Бұның екі жолы бар. Біз мына жаққа барып, до конца түсінікті болу үшін көрсетемін. Мына жақта бар емес, мен басам. Қарап тұрыңыздар. Жаңа қолмен көрсеткен жақта. Мен соны бастым. Және мына екінші және оның астындағы шеңберге, бұрышқа радиус қоямыз. Мысалы 100 деген радиус қойып. 100 деген радиус қойып. Ал сіздер мына жерге бірден 100 десек, мына жаққа былай шығып кетуі мүмкін. Былай шығып кеткен жағдайда сіздер просто мына радиусты аласыздар да, мына жаққа созып жіберсеңіздер болады. Бұл екінші вариант. Ал мен жаңағы көрсетіп жатқаным мына вариант, ол тоже бірінші вариант. Жолдары көп бұлай жасаудың. Мен сіздерге сол жолдарын көбісін көрсетіп жатырмын. Сіздерге қалай удобно, солай жасап кете бересіздер. Так, осылай қойдық. Осылай қойғаннан кейін біз примерно қара түсті алып қоямыз. Қара түсті алып қойдық. Мінекей. Шамал ұқсап келе жатыр. Сосын мына жерге қарасақ, бізде мына жақ төбеге кеткен, мына жақ төбеге кеткен. Шамал бұлай кеткен. Осылай кеткен. Болмаса радиусын тағы да көбейте салсақ болады. 120, 150 деген сәтше. Енді өздеріңізге қалай удобно, солай қоя бересіздер. Менде прям один в один деген нәрсе жоқ. Ең бастысы сіздер қалай жасау керектігін білсеңіздер болды. Ары қарай өздеріңіз қалағанша өзгерте бересіздер. Так, міне осылай жасап алдық. Жасап алғаннан кейін қарасақ, енді қараңыздар, жасап алғаннан кейін қарасақ, бізде мынадай бар. Бірінші бет және клиенттің жіберген бар. Менде клиенттің жіберген тексттер бар. Жалпы алғашқы бетте қандай тексттер болады, қандай суреттер болады, соны клиенттеріңіз сіздерге өздері жіберетін болады. Менде мысалы осылайынан жіберген. Осы текстті көшіріп алайын. Және мына жаққа әкелейін десем, так, фигмада бар болғандықтан менде өкінішке орай мына фигмадағы текст шығып кетіп тұрды. Қазір басқаша жасайтын боламын. Енді фигманың ішінде менде текст тұр. Ол бойынша тоқталмай қойын. Мынаны өшіріп тастау керек болады ол кезде. Так, қараңыздар. Осылай қойдық. Осылай қойғаннан кейін біз мына жаққа қарасақ, мынау прям қап-қара түс емес. Мына жерлерде шамалы ақ болып тұр. ақ болып тұр деген сәтті. Енді біз қалай жасаймыз?
біз ол нәрсені жасау үшін Google'дан бір Яндекстен деген сияқты фотолар аламыз. Мысалы мен мынадай бір фотоны алдым. Ол кез келген фото болуы мүмкін. Қараңыздар, осындай бір фотоны алдым және мен мына жаққа әкелдім. Мына жаққа әкелмес бұрын қараңыздаршы, мына жаққа әкелмес бұрын сіздер мына ректанглды, мына қара сызып алған біздің төртбұрышымыз бар емес пе, осыны тағы да көшіреміз, көшіріп қайтадан вставить етеміз. Мен төбеме қарап тұрыңыздар, мен төбемде мына frame 3 дегеннің ішінде тек бір ғана ректангл тұр, иә. Копировать, вставить. Бізде екі ректангл болды. Және мына суретті қазір осы фреймнің ішіне әкеліп қоям. Осы фреймнің ішіне әкеліп қойдым. Және осы үшеуін таңдаймыз. Ана жаңағымен көшіріп вставить еткен ректанглды да, основной ректанглды да, екі төртбұрышты да, және осы фотоны да таңдап тұрамын. Таңдайым. Таңдағаннан соң, мына жаққа төбеге барып, mask дегенді пайдаланамыз. Так. Mask дегенді пайдаландық. Енді қараңыздар, мен суретті таңдап тұрам да, layer brew дегенді қосамыз. Мына жақтан effects деген жаққа барамыз, міне. Мына жақтағы effects деген жаққа барып, layer brew дегенді басамыз. Мына жақтан енді 100, 200 деп қоямыз. Мысалы мен 200 деп қойдым. 200 деп қойдым, және қараңыздар, мына жаққа барамыз, мына тамшының суретін басамыз. Содан примерно қараймыз. Қайсысын қойсақ болады деген сияқты. Так, менің ойымша мына Color Dodge дегенді қоям. Color Dodge деген қойдым. Қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Айырмашылықты. Тағы жақындатайын. Сурет жоқ кезде, ал сурет бар. Сурет бар болғанда шамалы сурет өзгеше болып кетеді. Бір ғана қап-қара түсте тұрған жоқ. Ортасында шамалы бір өзгеше болып кетіп тұр. Енді байқай алсаңыздар қуаныштымын. Жалпы бұның не қажеті бар деген сияқты айтуларыңыз мүмкін, бірақ біздің дизайнымыз осындай кішкентай элементтерінің қосындысының нәтижесінде әдемі болып шығады. Кішкентай ғана эффекттердің әсерінен ше. Видеоның сапасын максимумға қойып қойыңыздар, сол кезде түсінікті болу керек. Енді сіздерге мынадай сурет болу маңызды емес, любой бір сурет болса ше, мына жерде қараңыздар, просто терезенің сурет бар, мына жерге ақ свеченің сурет бар да, солардың бәрі аппақ түс береді шамалы мына жаққа қарағанда ше. Любой түс. Қазір бұл бойынша түсінікті деп ойлаймын. Одан кейін нәрсе, мына текстер. Текст деген басамыз. Болмаса сіздерге түсініксіз болса, міне астында текст деген бар. Соны басып, мына жаққа әкеліп қоямыз. Енді бір күндік онлайн интенсив дегенді көшіріп аламыз да. Мына жаққа қойайық. Және мен бұл ненің текстің шрифтісін manrope дегенді қоям. Manrope дегенді қойдым. Және мынаның размерін 70 ба бір 80 деп қойын. Міне. Осылайнан қойдым. Және міне қарасаңыздар, байқасаңыздар, мына жерде бірінші сөйлем мен екінші сөйлем, яғни межстрочный интервалды азайтамын. 120 деген сәтше, чтобы бір-біріне жақын болу үшін. Және қараңыздар, менде дәл қазір мынадай ой келіп тұр. Бір күндік интенсив дегенді мен мына астындағы сөйлемнің ұзындығына сәйкес еткім келіп тұр. Міне, мына тексті басам, екеуінің үстін басам, және бір күндік онлайн дегенді таңдаймын. Таңдаймын да, мынаның размерін азайтып отырамын. Бір күндік интенсив бір, яғни екеуінің размері бірдей болып тұр да. Бұлда да тоже оқуға оңай. Мынада да әдемі ғой, бірақ дәл осылай болса, ровно тұр да. Осы жасап жатқан уақытта маған осы идея келіп қалды, сіздерге көрсеттім. Болашақта сіздерде де пайдалансаңыздар болады. Осылай жасап. Так, енді қарасаңыздар, мұнда не тұр? Мұнда градиент сияқты болып тұр да. Мына жаққа басамыз.
градиент таңдаймыз. Радиал градиентпен таңдап қойайық. Осылайынан таңдап қойдайық. Екі жағында да ақ түс, бірақ мына екінші жағын, мына екінші жағын, төменгі жағын көрінуден кейін 50% деген сияқты қойайын. 50% деген сияқты қойдым. Потом мынаның үстінен тағы да радиал берсек болады. Потом бұныкін тоже радиал градиент деп таңдаймыз. Түстерін ақ түс етіп қоямыз. Осылай өздеріңіз бір ойнап көре берсеңіздер болады. Осылай көре берсеңіздер болады. Так, менде мына фото шамалы не екен? Фотоны шамалы көк түске жақын екен. Так, менің ойымша ұқсап келе жатыр. Енді кейінгі қалған нәрселер. Так, мына фрейм 100 деген размер қойды. 100 деген X бойынша 100 деген размерден басталып тұр. Так, одан кейін нәрсе, бізде мына YouTube-тың иконкасы. YouTube-тың иконкасы бойынша, YouTube-тың иконкасы бойынша қараңыздар. Просто YouTube icon деп іздейсіздер. Бізде мысалы мынадай бір қара логотип шықсын. Так, мына PNG формат болу маңызды. Коммент суретін, түсін өзгертем. PNG формат сақтадым. Figma-ға бардым да, YouTube-тың логотипін осында әкелдім. Әкелгеннен кейін қараңыздар, мышканың оң жағын басамыз, плагинстігіне барамыз, және Color Overlay дегенді таңдаймыз. Егер сіздерде бұл Color Overlay деген жоқ болса, Manage плагинстігіне барасыздар, осы жерден Color Overlay дегенді іздеп табасыздар. Так, үстінен бастық. Енді мына жақтағыдай сары түсті таңдаймыз ғой. Егер сіздерде менде мынадай нәрсе жоқ қой деген сияқты айтып отырсаңыздар, менде сары қандай түс екенін білмеймін деген сияқты айтып отырсаңыздар, қараңыздар, просто мына жаққа барамыз. Міне сіздерде осындай пустой болып тұрады, басылмай тұрады. Мынаны басасыздар, ақ түсті басасыздар. Және сол сары түске жақын етіп қоясыздар ғой, оранжевый түске ше. Осы бір түске жақын етіп қоясыздар. Так. Окей. Басып көрейік. Міне бастым. Да мына жаққа әкелдім. Тоже размерін азайтайын. 50-ге дейін ба қойдым. Кейінгі текстер міне американский YouTube арқылы деп басталып тұр. Бұл тексттерді қайдан аламыз десеңіздер, бұл тексттерді клиент бізге өздері жібереді. Қайтадан тексттеріне бардым, мына жаққа қойдым. Енді мына текстті жазған уақытта бізде мына 80 деген размерде Monroe-тың несі шығып кетіп тұр. Monroe деген шрифттің шығып кетіп тұр. Бізде бұл шрифт басқаша болады. Себебі неге? Себебі бізде заголовктағы текст үлкен болып тұру керек, және өзгеше болып тұру керек, астындағы описаниедағы тексттер бірдей болу керек. Описаниедағы тексттер басқа болады, заголовктағы шрифт басқаша болады. Солай болса әдемірек болады, бәрі бірдей түсіп бола бергенше. Потом мына жерде ескере кететін бір жайт бар. Әрқайсысы әртүрлі болу керек деген сияқты. Әрқайсысы әртүрлі болу керек деп сіздер 5-6 шрифтті пайдаланып тастаудың қажет жоқ. Бір максимум осындай жасап жатқан уақытта 2 шрифтті пайдаланыңыздар, соның өзі жетеді. Так, бұның межстрочныйды бір 140 неге дейін апардым. 140%-ге дейін арақашықтығын. Және қараңыздар, бізде қазір медиум болып тұр. Мына жақта қарасаңыздар, екі түрлі түс тұр.
біреуін алдым, американский YouTube арқылы деген таңдадым. Соны таңдадым да. Мына жақтағы түспен бірдей еттім. Көрдіңіздер ғой, осылай еттім. Және мына YouTube'тың логотипін тоже азайта салайын. 35-ке дейін қойып. Азайттым. Және осы екеуін таңдаймын да. Копировать вставить етіп, астыға әкелемін. Потом тағы бір бізде текст бар емес, 2025-те тренд болатын нишалар деген. Соны осында әкеліп қоямын. Әкеліп қойғанда бізде мынадай түсі басқаша болып кетуі мүмкін. Ол үшін fill деген жаққа барамыз да, ақ түсті таңдап қоямыз. Болды. Осылай болады. Одан кейінгі нәрсе, бізде клиент өзі осындай бір сурет жібереді. Бұл суретті қайдан табамын десеңіздер, клиент өзі жібереді бұл суретті. Және қараңыздар, сіздерде маска жасап жатқан уақытта мынаның ішіне кіріп кетуі мүмкін, мына қара төртбұрыштың ше. Сіздер оны қалай шығарасыздар? Сіздер оны мына суретті таңдап тұрасыздар да, жоғарысына апарасыздар. Жоғарысына апарғанда шықпай қалуы мүмкін. Сол сәттегі астына апарып көрейік. Так. Бұл нәрсе неге бұлай болып тұр? Так, біз мұнан таңдадықошым. Қараңыздар. Мен өзін алып тастайын. Мен не істедім? Қараңыздар. Сіздерде мынадай болып тұруы мүмкін. Егер сіздер дәрі менің қайталағанды жасап жатсаңыздар, дәрі осындай болып тұруы мүмкін. Сіздер осыны таңдайсыздар, міне. Осы мынадай бір төртбұрыш кетіп тұрған жоқ па? Соның ең астын және ең үстін таңдайсыздар, бүткір нені таңдап шығарсыздар. Shift басып тұрып ше, бәрін таңдап шығарсыздар да. Ctrl-G дегені басасыздар. Егер сіздерде MacBook болса, Command-G дегені басасыздар. Яғни группа создавать етеміз. Группа создавать еткеннен кейін бұл группаның үстіне жаңағы фотомызды қоямыз. Міне үстіне шығарамыз. Қараңыздар, үстіне шығарамыз. Сол кезде міне бізде мынадай бір фото пайда болды. Осындай фото пайда болды. Так. Осы фото пайда болды. Енді қараңыздар. Енді қарасаңыздар. Мына фото обычно бізде шынайы болу үшін не істейміз? Шынайы болу үшін тен қоямыз, көлеңке қоямыз. Осы фотоны копировать вставить дегенді қойдық. Сол кезде екі фото болды. Міне, екі фото болды. Потом астындағы фотоны үркейтеміз. Бұлайна үркейтеміз. Одан кейін не істейміз? Осы фотоны үркейтеміз да. Үркейтеміз, астына барамыз. Effects деген таңдаймыз. Мына жақтан Where Blur дегенді қайтадан таңдаймыз. Осы жерде значениені көбейтеміз. 150 деген сәтше көбейтеміз. Және көріну деңгейін 100% азайтамыз. 20 емес, 50 деген сәтше. Where Blur'ды тоже көбейтейік тағы да. Ой, жоқ. Наоборот, азайтайық. 130 деген сәтті қойдым. Көріну деңгейін мынадай етіп қойдым. 30% деген сәтті қойдым. Қараңыздар. Міне. Қазір ана артындағы фото тен болмаса, дәл осындай болып тұрады. Ал тен болса, жаңағыдай мен жасағандағыдай шамал болады да, шамал шынайы сияқты. Жаңа мен айттым ғой, осы дизайн жасау барысында айттым ғой, біздің дизайнымыз осындай кішкентай элементтерінің қосындысының нәтижесінде пайда болады деп айттым, Осылай жасай берсек, біздің дизайнымыз әдемі бола бастайды. Бұл бойынша түсінікті деп ойлаймын. Осылай жасадым. Енді мына 3D элементті қалай жасадым? Бұл 3D элементті мен Google-ға бардым. Мен жағдайымда Safari'дің Google-на бардым да. Recraft деп іздедім. Recraft деп іздедім. Осының сайтына кірдім. Сіздерде енді тіркелу керексіздер. Мұнда ше,
тіркелу бойынша мен тоқталып өтпеймін, ол бойынша түсінікті деп ойлаймын негізі. Так, тіркелдік. Сосын жаңағыда new project деген басамыз. Мына жақта мен дәл төбемде тұрған create new project дегенді бастық. Сосын бізде осындай нәрсе шықты. Осындай интерфейс шықты. Image дегенді басамыз. Потом қараңыздар, мен қана аста қойайын. Image деп бастағаннан кейін мында Recraft V3 деген нәрсе шығады. Осының үстіне тағы да бассақ, және поистқа пластик деп жазамыз. Пластик деп жаздық, және поистті бастық. Мышкамен, клавишпен бастық, Enter дегенше. Сосын бізде осындай нәрсе шығады. Осының үстінен басамыз. Және мына әрбір деталь, әрбір элемент анық көрінсін десеңіздер, сіздерде мұнда экстрим дегенге дейін апарып қоясыздар. Мен міне жылжытып жатқан көріп тұрсыздар ғой. Экстрим дегенге дейін апарып қоясыздар. Және менің фотоның размері горизонтал деген сияқты примерно 4:3 деген форматта жасап жатырмын. Және мұнда мен YouTube money деп іздедім, YouTube ақша деп іздедім. Қазір енді көрейік. Енді сіздер ағылшынша емес, орысша жазсаңыздар да болады, орысша да түсіне береді. Так, мен YouTube money деп жаздым. Міне, примерно бізде соған ұқсас варианттар шықты. Мен мысалы осы алғашқы вариантты алдым, таңдап тұрдым. Төбедегі экспорт дегенді бастым. PNG дегенді таңдадым. Және мына жаққа бардым. Қайтадан Figma-ға бардым. Figma-ға барғаннан соң осы жаққа әкеліп алдым, жаңа фотоны әкеліп алдым да мына жаққа қойдым. Менің ойымша примерно бірдей, дәл мынадай болу маңызды емес, сіздерде де өздеріңіз жаңа YouTube money, YouTube cash деген сияқты өзгертіп, доллар деген сияқты өзгертіп жаза бересіздер. Осындай элементтер шығады. Так, және қараңыздар, менің осы фреймнің ішіне біз текстті, суретті, осындай 3D элементті қойып жатырмыз ғой. Сол кезде ескере кететін бір маңызды жайт бар. Ол нәрсе, мысалы қараңыздар, мынау YouTube деген ненің фреймнің ішінде тұрған сияқты, бірақ қазір қарайды. Мына фреймді бастым, және жүктеп алдым. Экспорт деп осы Figma-ның ішінен жүктеп алдым. Мысалы жүктеп алдым. Және қарайды. Бізде 3D элемент жоқ. Себебі неге? Себебі мынау ол фреймнің ішіне тұрған жоқ. Қараңыздар. Бізде мынау фрейм 3 деп тұр. Атын өзгерте салайықшы. Алғашқы бет. Алғашқы бет деген сияқты өзгерттім. Алғашқы бет деген фрейм бар. Және YouTube деген оның ішінде тұрған жоқ. Оның астында тұр. Сол себепті мына YouTube деген ұстап тұрамыз да, мына алғашқы бет деген фреймнің ішіне әкелеміз. Әкелдік. Және қайтадан экспорт жасаймыз. Міне, бізде уже екінші фрейм. Тұр, тұр. Сол себепті бұл нәрседе маңызды. Figma-ны алғаш пайдаланып жатқан уақытта да сіздерде осы нәрсе түсініксіз болуы мүмкін да. Мен скачать етіп тұрмын ғой, там неге жоқ болып тұр деген сияқты түсініксіз жағдайлар болуы мүмкін. Менің де бұл нәрсе басынан өткен. Сол себепті сіздерде осы нәрсені ескеріп жүріңіздер. Просто қараңыздар, мысалы, фрейм сыртында тұрса да, ішінде тұрса да ешқандай айырмашылық жоқ. Оны бір скачать еткеннен кейін барып байқамасақ, байқала беретін нәрсе емес та. Сол себепті бұл нәрсе маңызды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жаққа қарасақ, енді мына жерде шум деген нәрсе тұр. Мынау бірінші вариантта бірінші фонда шум деген нәрсе тұр екен. Біз қазір rectangle дегенді әкелдік, алдық да effects дегенге бардық. Егер сіздерде Figma-да обновление болса, effects деген жаққа барсақ, және мына drop shadow дегенді бастаңыздар, noise деген бар. Осы жақта міне жақындатайыншы. Көрдіңіздер ме? Шум деген нәрсе пайда болып жатыр бізде. Дәл мынадай керек емес, моно деген сияқты. Моно деген тұра берсін, және
мынаның значениесін 2 деген сияқты қойып. 20% керек емес, 20% деген сияқты қойып мысалы. Осылай қойдық. Так, міне, біздің дизайнымыз енді примерно осы алғашқы дизайнға ұқсады, иә? Менің ойымша ұқсады. Енді келесі беттерін осыған ұқсас етіп жасап кете берсек болады. Қараңыздар, екінші беті бойынша тоже осындай нәрсе айтып кетейін, бір моменттерді айтып кетейін. Енді қараңыздаршы, екінші беттерде обычно мынадай бір сурет тұрмауы мүмкін да, мына алғашқы беттегіде сурет тұрмауы мүмкін. Так. Екінші бет. Енді мына суретті өшіріп тастаймыз. Және мына төртбұрышты, қара төртбұрышты мына жаққа әкеліп қойдық. Және міне осының үстіне жаңағы текстеріңізді сызып кете берсеңіздер болады. Болмаса енді бұлайнан болмаса дәл мынадай қара фонда да болуы мүмкін, тұруы мүмкін. Мынадай қара фонда да жазып кете берсеңіздер болады. Болмаса осындай бір ерекше болып тұратын, бір кішігірім ғана особо внимание, акцент алмайтын қызыл тексттер тұр. Мына жерде қарасаңыздар ше, осылай скачать етіп көрейінші. Так. Міне, төбесінде астында мына оң жақта ше, қызыл кішігірім точка тұр. Точка емес, бос ауа тұр. Солай да жасасаңыздар болады. Клиенттеріңізге көрсетесіздер, міне қай вариант дұрыс, бірыңғай қара болған дұрыс па, кішігірім қызыл болып тұрған дұрыс па деген сияқты. Мен сіздерге жай идея ретінде айтып жатырмын. Так. Енді осы сабақ почти жарты сағатқа созылыпты. Мен сіздерге барынша нөлден бастап неденге нені жасау керектігін бәрін көрсеттім. Бір 5-10 минутта тез жасауға болушы еді, бірақ мен сіздерге барынша түсінікті болу үшін осындай жарты сағат уақытымды бөліп видео түсіріп тұрмын. Сіздер енді осы жерге дейін жетсеңіздер де тоже қуаныштымын, себебі сіздер уже мынадай нәрсені жасай аласыздар. Бұдан бөлек тоже Figma бойынша, болмаса там не бар, Tilda бойынша, болмаса осы дизайн жасауға, сайт жасауға қызығып жүрсеңіздер, мен сіздерге тегін консультация бере аламын. Ол тегін консультацияға жазылу үшін менің WhatsApp номеріме хабарлассаңыздар болады. Болмаса осы телеграмға хабарлассаңыздар болады. Қазір қалай хабарласамыз деген сияқты нәрсе болып тұрса, қараңыздар, менде осы дизайн 365 деген телеграм бар емес пе? Осы жақтан сіздер мына жаққа барсаңыздар, міне үстінен барсаңыздар, қазір мына жерде не болатын болады? Мен осы жерге, осы сайттың астына өзімнің контактымды жазып кететін боламын. Сол жерге жазсаңыздар болады. Болмаса мына Нұрбол дизайнер kz деген сайтқа барып, осы сайтқа барып, мен неге қиындатып отқанын түсінбедім. Просто инстаграмға кіріп, мені қайдан таптыңыздар, сол жаққа кіріп, просто жазсаңыздар болады. Дизайн 365. Осы инстаграм кіріп, жаңағы дайректке неге жаза беріңіздер. Так, енді осымен болды деп ойлаймын. Алғашқы беттің өзіне біраз уақыт кетті. Қуаныштымын, егер сіздерде тағы да айта кетейін, қуаныштымын, осы жерге келіп отырсаңыздар, сіздерге міндетті түрде пайдалы болады. Егер осы айтқанды қайталап жасасаңыздар, міндетті түрде пайдалы болады деген сенімдемін. Әзірге осы, кейінде де осы дизайнға, басқа нәрсеге де, ақшаға қатысты да осындай пайдалы видеолар шығып тұрады. Сол себепті телеграм каналды мұқият бақылап жүріңіздер. Осымен болды. Сау болыңыздар.